Жомарт ағай, Меккеде жарыс ұйымдастырайын деп жатсың ба, салауаттың? Иә, машалла. Көре алғанда сіздерге сау көбінен. Қазір біз анау 6-шы салауат жарысын бастап кеттік қой. Оны онлайн түрде өтіп жатыр. Енді офлайнда осы жақында 3-4 күннен кейін Мекке қаласына барып, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл қасына барып тұрып, салауат айтып өзіне, және Меккеде Қағбаның дәл қасына салауат ұйымдастырып, және Қызыл теңіздің жағасына барып, көп терген адамға бір умра табыстағымыз келіп тұр. Өйткені ол жаққа барған адамға бір арман болса, бармаған адамға бір арман болса, барған адамға 1000 арман дейді ғой. Сол жақта тағы да ол жаққа барған адам бәрі ниеті ендігіден анамды жіберемін, әкемді жіберемін деп сондай келеді. Сол себепті олардың да жағдайын ойлап, ақыры бара жатқаннан кейін оларға да бір жақсылық тілейік деген сияқты умраны тағы табыстаймыз иншалла. Енді сізге тағы бір сұрағым бар да, дәл осы идея қаяқтан келді сіздерге? Біз енді былай командамыз бар, командамызбен ақылдасамыз. Бірақ айтайын, Аллах тағала бізге салады. Бұл Карим деген деректер өзім болғанымен, бірақ мен өзім сезінбеймін. Не үшін? Бұл Алланыкі. Алладан келген, Алланың жолында қызмет етіп жатқан Карим логотипім бәрі сол Алланыкі. Барлығы сен директорсың ба, мынандайсың ба деген кезде мен емес деймін. Не үшін? Мен бұған мен өзімді лайықсыз деп санаймын. Не үшін? Алланыкі деп қойғам. Сол себепті бұның дәрежесі Алла тағала өзі көтеріп беріп жатыр. Машалла, өте керемет. Мен өзім естігенде таң қалдым. Жомарда менде бір сұрақ бар. Истихфардан жарыс өтіп жатсыз. Оның жүлдегерін, яғни қалай анықтайсыз? Яғни бас жүлдеге умраға жылы дедіңіз. Оны қалай анықтайсыз? Ол да тура салауат сияқты. Күнделікті бір 24 сағат уақыт береміз. Кім көп айтады, оған умра береміз. Ол жерде өзіміздің шарттарымыз бар. Мынаны айтуға болады, мынаны айтуға болмайды деген сияқты. Ол жерде группаға кіргіземіз. Әрқайсысы 100 группада бір админ қыз отырады. Бізде 200-де қыз істеп жатыр. Салауат, истихфар. Енді біздің мақсатымыз бар. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны туралы жарыс өткізсек екен. Сирадан да? Сирадан, иә. Қазір бізде онлайн салауат жарысы болып жатыр. Истихфардан салауат жарысы болып жатыр онлайн. Енді офлайн Мекке қаласына өткізіміз келіп жатыр. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда онда офлайн және Құраннан одан кейін шығамыз. Құдай қаласа енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір айында келіп тұрмыз. Енді мен бұл жерде мен бір өзім істеп жатқан емеспін, мен қасымда команда бар. Сіздер барсыздар. Осы сіздер себепкер болып, бүкіл нәрсе өз орнымен жүріп жатыр. Айтып отырмын ғой, идея Алла тағала салып жатыр. Біз тек қана Алланың қызметші адамдарымыз, тек қана сол. Біз соған қызмет еткенімізге қуанамыз қазір. Шыны керек. Енді қараңыздар, білесіздер, барлығымызға осы Карим Казахстанның бір көп болған, жылда болған жоқ ашылғанда неше ай болды? Қазір 7 ай болды. Қараңыздар, 7 айда Карим Казахстанды бәріміз білеміз, бүкіл біздің Қазақстанда басқа елдерде шулады. Одан кейін Карим Нұры деген парақша ашылды, одан кейін Карим Зикр деген парақшасы ашылды. Өздеріңіз білесіздер, біз мына кісі екеуміз жетекшіміз. Алланың қалауымен қараңыздар, Аллахтың өзі осы парақшаны, Карим Казахстанды өзі алып, өзі дамытып жатыр. Бұл жерде тек бұл кісілер себепкер. Енді Жомарт ағай, мен баста сондай бір сенімділік болды. Сіздерді Құдай қаласа бүкіл ел көреді деп есіңізде болса. Өйткені бұл Алланыкі да, сондықтан бұл Мекке деген ол бер жағы. Иншалла дамыңыздар, және де Карим Зикр парақшасына міндетті түрде қатысыңыздар. Ол жерде алдыңғыдағыдай салауат емес, бұл жерде истихфар менен зікір туралы және жарыс болады. Умра беріледі, білесіздер, Карим Казахстанда, бірақ умра берілмейді. Рухани кештен қалмаңыздар, өйткені рухани кештен басқа адам болып кіріп, басқа адам болып шығасыздар. Алла разы болсын, сіздерге ары қарай дамыңыздар. Бұл Алланыкі болғаннан кейін бізде сөзсіз күмән жоқ, иншалла дамыңыздар. Рахмет.